Казахстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Футзалдан Қазақстан чемпионаты бүгін шешуші ойын басталады. Қайрат және Семей арасындағы бәсеке, дәлірек айтсақ, Семей және Қайрат өйткені бірінші ойын Семейдің алаңында өтеді. Өйткені тұрақты чемпионаттың жеңімпазы дәл қазіргі маусымда Семей командасы. Семей жанкүйерлері команданы қолдауға кіріспепті. Бос орындар бар әрине, бірақ қазір асықпайтын халықпыз ғой. Арена толады деп ойлаймын. Доп Қайрат командасын Оразов. Кнауп. Бер қапталдай атсын. Бірақ қорғаныста қазірім. Кандидо. 2-2 болып қалса, мәселен, 5-ші кездесу, шешуші кездесу тағы да Семейдің алаңында өтеді. Қақпаға соққы! Не деген соққы? Жол Дәрбаев. Қандай қателік, Алиса Невес! Невес соққы жасады, бірақ пас беруіне де болар еді. Бер жақта Эдсон бар еді. Лео Игита. Бір сейв жасады қазір. Есенамал және жақсы пас беріп отыр. Кандидо соңына дейін бірақ оған кедергі жасады. Біресе Оразов, одан кейін Денис шықты. Бұның өзі қауіпті. Семей команда шабуыл, Калин Гериханов соққы жасай алмады. Қайрат қарсы шабуылға шығып кетуі мүмкін. Жақсы пас. Эдсонға тебу мүмкін болмады. Гериханов жығылды жерге кәдімгі топтың жолына бөгет болу үшін. Алиса Невес кедергі жасады Игита, бірақ Алиса Невес қазір бір жаттығуда жүйелі допты еркін ұстаған болатын. Эдсон жанталасқан Габриэль Кандидоны тоқтатты ақыры. Қайта шабуыл. Кандидо. Міне пас, міне мүмкіндік. Есеп 1-0. Ринат Төреғазин есеп ашты. Қалай қуануда қазір Семей ойыншылары. Міне күтті олар өзінің мүмкіндігін, және гол соқты Ринат Төреғазин, бірінші голдың авторы. Жақсы ұйымдастырылған шабуыл қайталап көруге тиіспіз. Толықтай қорғаныста жатыр Қайрат ойыншылары. Гериханов, Дедизиньо, екеуде Гериханов ереже бұзылды деп есептейді. Төреш ақыры сықылық шалды. Сарғағаз Біржан Оразовқа көрсетілді. Ал керек болса, міне қызық. Кевин Аретта командасын жаңа шабуылын бастады. Кевин де қапталда өте жақсы ойнап отыр. Кевин, Алиса Невес бар. Алиса Невес! Невес биіктеу отыр допты. Алисан аспанға. Алиса Невес. Заноттаға пас. Заноттан соққысы. Игита құтқарды қазір. Кевин Аретта қақпаштан кейін сетілген допты алды, бірақ қауіп төндірмеді. Қаптала жылдам ойынға қосып үлгерді. Заноттан соққысы. Доп Игитадан. Алға қарай. Жоқ, жетпеді. Дедизиньо, Гериханов соққысы. Эдсон қақпада. Құтқарды өзінің қақпасын. Соңғы секунд. Болды. Матч аяқталды, құрметті жанкүйерлер. Семей командасы бұл ойынның тағдырын бір голмен шешті. Ринат Төреғазин матчтың қаһарманы. Бұнымен ештеңе аяқталған жоқ, енді ғана басталды. Текетірес, сондықтан бір команданың 3 рет жеңіске жеткеніне дейін жалғасатын бәсеке. Алғашқы бөлігі ғана аяқталды. Бүгін Семейдің бағы жанды, енді Қайраттың алаңында. Казахстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.